Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода осындай жазғы күннен қорғайтын қалқа, күн қағар тоқитын боламыз. Тоқылу өте оңай, әрі тез. Жібіміз 100% рафия қағаздан жасалған. Шығымы өте аз, әрі тез тоқылатын бұйым. Қызық болса, менімен тоқыңыздар. Олай болса бастайық. Рафия жіпті алып, мен ілмек бізімнің өлшемі 3,5 мм. 87 ілмектен тұратын шынжыр тоқып алуымыз керек. Шынжырымыздың ілмектер саны 90 болуы керек. Неге 87 іліп алдым. Енді бір ілмекті іліп, назар аударыңыздар, шынжырдың артқы жақ бөлігіндегі қабырғасынан тоқимыз. Бір жай ілмек белгіліп қоямыз, және бір ілмелі ілмек. Бір ілмекті қалдырамыз, біз бос орын. Келесі ілмекке қайтадан осылай тоқимыз. Бір жай ілмек, сол нүктеге бір ілмелі ілмек. Тағы бір бос орын қалдырып, келесі нүктеге бір жай ілмек, бір ілмелі ілмек тоқимыз. Осылайша қатардың соңына дейін қайталап шығамыз. Бізде барлығы 43 элемент шығу керек осылай. Мінеке, соңғыны тоқимыз. Бір жай ілмек, бір бос ілмек. Барлығы тоқуымызда 44 рет болуы керек. Енді бір бос ілмек тоқуымызды айналдырамыз. Назар аударыңыздар, жаңа бос ілмек тоқылған нүктеге, мінеке екінші. Осында қайтадан осылай тоқимыз. Бір жай ілмек, сол нүктеге, белгімізді ұмытпайық, сол нүктеге ілмелі ілмек. Тағы да біз бір бос орын қалдырып, келесі нүктеге бір жай ілмек, сол нүктеге бір ілмелі ілмек. Тағы біреуін тоқиық, біреу орын қалдырып, келесі нүктеге бір жай ілмек, бір ілмелі ілмек. Осылайша қатар соңына дейін қайталап тоқып шығамыз. Міне, назар аударыңыздар, жай ілмек тоқылған нүктелерге тоқимыз элементтерді. Мінеке, соңғы элементіміз қалды, бір жай ілмек, сол нүктеге бір ілмелі ілмек. Үшінші қатар бір бос ілмек, айналдырып, дәл солай бір бос ілмек, бір ілмелі ілмек тоқимыз. Енді назар аударыңыздар, үшінші қатарда біздер қосымша элементтер тоқуымыз керек. Осы қатарда бізге 3 элемент тоқуымыз керек, сол себепті тоқудың орталық нүктесін тауып аламыз. Мінеке, бірінші белгіміз. Енді осы орталық нүктеден екі жанынан бірдей етіп, тағы да екі нүкте белгілеп аламыз. Симметриялы түрде жасағандарыңыз дұрыс. Мінеке, бізде 3 нүктені белгілеп алдық. Осы жерде біз қосымша элементтер тоқимыз. Ендеше сол белгіге дейін өздеріңіз тоқып келіңіздер. Бір жай ілмек, бір ілмелі ілмек. Мінеке, бізде қарап тұрсаңыздар, бір бос ілмек қалдыруымыз керек, бірақ біз сол ілмекке бір элементті тоқимыз. Бір жай ілмек, бір ілмелі ілмек.
Және жаңағы тоқылу керек нүктеге де тағы да біреуін тоқимыз. Бір жай ілмек, бір ілмелі ілмек. Ары қарай әдетті қалыпта тоқимыз. Бір орынды қалдырып, келесі нүктеге тоқимыз. Мінекей мына орын қалдырамыз, келесі нүктеге тоқимыз. Жай ілмек, ілмелі ілмек. Мінекей екінші нүктеге келдік. Мұнда да біз бір орын қалдыруымыз керек, бірақ бізге көбейту керек. Сол себепті келесі нүктеге тоқимыз. Және тоқылу керек нүктенің өзіне де тоқимыз. Ары қарай әдетті қалыпта бір орынды қалдырып тоқи береміз. Мінекей үшінші нүктеміз. Мұнда енді қараңыздар, біз мұнда тоқу керек болғанбыз, бірақ өзінің әдетті орнына тоқимыз. Және одан кейінгі нүктеге тоқимыз. Кішкене симметриялы түрде болу үшін, мінекей одан кейінгі нүктеге тоқимыз элементті. Келесі тоқылу керек нүктесі өзінің. Сол нүктеге тоқимыз. Әрі қарай әдетті қалыпта тоқи береміз. Мінекей қатарымыз аяқталып жатыр. Соңғы элементті тоқимыз. Төртінші қатар бір бос ілмек, тоқуымызды айналдырып, алдыңғы қатарлардағындай тоқып шығамыз. Бір бос орынды қалдырып, бір жай ілмек, бір ілмелі ілмек тоқып шығамыз. Осылай қатар соңына дейін тоқып шығамыз. Қатар соңында кездесеміз. Мінекей соңғы элемент. Мұнда қараңыздар, осылай тоқсаңыздар, жиегі кішкене бұдыр-бұдыр болып шығады. Сол себепті ең соңғы ілмекті назар аударыңыздар. Мынау нүктеге емес, жанындағы нүктеге тоқитын болсақ, онда тоқудың жиегі теп-тегіс болып шығады екен. Бесінші қатар бір жай ілмек, тоқуымызды айналдырып, әдеттегідей тоқимыз. Бірақ бесінші қатарда біз тағы да 4 элемент қосуымыз керек. Сол себептен тоқуда 4 белгі қойып алуымыз керек. Міне бізде 3 элементіміз. Енді осы үшеуінің ортасына бір нүкте, мұнда екінші нүкте, мұнда үшінші нүкте қойып алайық. Мінекей мұнда төртінші нүктені қойып алдық. Енді осы нүктелерде үшінші қатарда тоқығандағыдай элементтер қосамыз. Мінекей біздің белгіміз. Мұнда бір элементті қосып аламыз. Міне тоқылу керек нүктесі өзінің. Екінші. Ары қарай әдеттегі қалыпта тоқимыз. Мінекей бір нүктені қалдырып, келесі нүктеге тоқылып жатырмыз. Осылайша мынау нүктеде, мынау нүктелерде
тоқып шығамыз. Қатар соңында кездесейік. Мінекей 5-ші қатарымыз аяқталды. 6-шы қатар бір бос ілмек және әдеттегідей алдыңғы қатарлар сияқты тоқимыз. Мұнда 2 қатар тоқуымыз керек, 6-шы және 7-ші қатар. Бұл жерде ешқандай элементтер қоспаймыз, бар элементтерді жай ғана тоқып шығамыз. Мінекей 7-ші қатардың соңында кездесеміз. Екі қатар. Ұмытпаңыздар, 6 және 7-ні өзіңіз тоқып шығамыз. Мінекей 7-ші қатардың соңы. 3, 4, 5, 6, 7. 7 қатар болды. Енді жібімізді қиып, тоқуды, бұл бөліктің тоқуын аяқтаймыз. Ендігі кезекте бізге ортасындағы қалқаның өзін тоқуымыз керек. Ол үшін орталықтан 74 белгіні санап алуымыз керек. Мінекей, бұл мен белгілеп қойғаным тоқудың нағыз ортасы. Осы ортадан бастап, екі жағына қарай барлығы 74 ілмек белгілеп алуымыз керек. Мінекей, мен өлшеп қарап жатырмын. Барлығы дұрыс.